Өмір бойы қарғыс арқалап жүрмін. Қазақта қарғыс атқан, қарғысы жібермейді. Ана қарғысы боқ, әке қарғысы оқ деген сөздер бар. Жас кезімде қарғыстың тылсым күшіне, айтылған қарғыстың текке кетпейтініне онша сенбейтінмін. Ал қазір біреуді жөнсіз налай етпеуге, әлдекімнің қарғысын арқаламауға тырысатын болдым. Өйткені қарғыстың текке кетпейтініне көзім жетті. Құрметті оқырман, каналыма қош келдіңіз. Каналыма тіркеліп, әңгімемді соңына дейін тыңдап, ұнаған болса лайк басып, комментарийде жылы лебіздеріңізді қалдырыңыздар. Боз бала шақта ештеңені ойлай бермейсің ғой. Біз де жігіт болдық, қыз көрдік, қымыз іштік, қызға қырындадық дегендей. Ол кезде мектеп бітірген соң 1 жыл ауылда жұмыс істемей, жоғарғы оқу орнының ауылы алыс еді. Мен де ақша табайын, әрі келер жылы оқуға түсуге жолдама алуға көмек болсын деп 1 жыл ауылда жұмыс істеуге қалдым. Ауылда құрылыста да істедім. Қой қырықтыққа да бардық. Одан алыс қыстаудағы шопанға да көмекке бардым. 1 жылда істемегенім қалмады. Бірақ қыстауға көмекке барғанда басымның шатылуы өмірімді күрт өзгертті. Қыстаудағы шопанның әйелі қарт анасы және қарт әжесіне көмектесуге қалған 20-дан енді асқан қызы бар екен. Кішірек ұлдары тек көктемгі қысқы демалыстарында ғана кеп тұрады екен. Бара сала қораларды жылап, арасында олардың жем шөбі әйтеуір шопанның көмекшісінің қызметіне кіретін жұмыстарды істей бердім. Жасы 50-лерге жақындаған шопан да маған сене ме? Әлде титықтап жүрген кезіне тап болдым ба? Көп жұмысты менің мойныма арта салады. Шопанның әйелі үйдегі қарт ананың күтімімен ақ босамайтын. Сосын даладағы әйелге тән жұмысты шопанның қызы Айгүл атқаратын. Басында бір-бірімізге үрке қарап жүргенімізбен тез тіл табысып кеттік. Жас адамнан жұмыс ауысқан ба? Екеулеп жүріп, қораның жұмысын тез-ақ таусатынбыз. Түн баласына бірнеше рет шығып қойларды қарайтынмын. Арасында тезірек жас шығып қалаға оқуға кетуді армандайтынмын. Бірақ ауылдан абыройсыздықпен кетемін деп мүлде ойламаппын. Үйреншікті күндердің бірінде Айгүлмен сөзіміз жарасып қалды. Қит етсе оңашалана беретін болдық. Сөйтіп жүріп, өзімнен 2 жас үлкен Айгүлдің аяғын ауыр қылып қойғанымды білмей қалыппын. Білген сәтте-ақ үйлену жоспарымда жоқ екенін айттым. Жаздың шығуына қарамастан, наурыз айында Қойлы ауылдан қашып кеттім. Көп ұзамай артымды шулатып кеткен әңгімем ауылға да жетті. Әкем үйленесің дегенмен мен тыңдамай үйден кеттім. Жолдас баламның үйінде 2 күн жатып, жасырынып ақша тауып қалаға кеттім. Бірақ үйінде жасырынып жатқанымда жолдас баламның шешесі келіп, қыздың қарт әжесі үйіңе келіп аңырап жылап кетті. Кетерінде әке шешеңе айтпаған сөзі қалмады. Тұқымы өшсін балаңның. Қай істе де алғашқыдан жолы болмасын деп кетті. Бұлардың руы жаман көз. Қараса көзі түскен жерін ойып түседі. Айтса тілдері отты. Текке кетпейді. Үйіңнен қашып құтылғанымен қарғыстан қашып құтыла алмайсың. Әлі де болса ойлан, кешірім сұрап бар алдарына, деді. Тыңдамадым. Тіпті не анасын жөнде алмай, менің де көңіліме қарап, үнде алмай күмілжіген жолдасыма ренжіп, үйіне қондырғаның міндетсінді деп ренжіп кеттім. Жастық шақта ештеңеге мән бермейсің ғой, бірақ содан кейін ақ жолым болмады. Алғашқы жылы оқуға түсе алмадым. Құрылыста жұмыс істеп жүріп, келесі жылы оқуға тапсырып әзер түстім.
Жұмысқа тұру кезінде де көп қиындық көрдім. Бір барған жеріме үнемі екі баратынмын. Тіпті жолға шықсам да алғашқы мінген көлігім не апатқа ұшырайды, не дөңгелегі жарылады. Тіпті кейін диплом алып үйленген соң алғашқы әйеліммен 8 жыл тұрып ажырастым. Бала сүйе алмадық. Екінші рет үйлендім, бірақ бала сүйе алмадым. Қазір жасым 50-ден асты. Бала сүюден күдерімді үзгем. Баяғы қарт әженің қарғысы жиі еске түседі. Талай медициналық орталықтарды жағаладым. Менің де жұбайымның да денсаулығынан еш кінәрат таппады. Кезінде өз ұрпағымнан сонша жергеніме қазір өкінемін. Кейін естігенімдей, Айгүл көп ұзамай түсік тастапты. Оған да әжесінің қарғысы өтті ме, әлде өзі түсірді ме, ол жағын анықтай алмадым. Әйелім менен бала сүйе алмайтынын мойындаған соң, сіңілісінің бір қызын асырап алған. Әкем де өле-өлгенше сол ісімді кешіре алмай кетті. Тіпті жерлеуіме де келмесін деп сәлем айтқан екен. Шыдай алмай бардым. Сол жолы анамнан жылап кешірім сұрадым. Бауырларымның барлығы балалы шағалы. Мен ғана соқа басым сопиып, осылай өмір сүріп жатырмын. Қазір бір істі қолға алсам, біріншісі сәтсіз шығатынына бой үйретіп те қалдым. Қарғысты мойындай да бастаған секілдімін. Бірақ қазір ештеңені өзгерте алмайсың. Сондықтан басқаларға айтарым. Лажы болса, қарғыс алмауға тырысыңыздаршы. Қарғыс жібермейді екен. Қарғыс арқалағанша, алғыс арқала деген рас қой. Рахмет. Ұнаған болса лайк басып, комментарийде өз ойларыңызбен бөлісіңіздер.